Сәлем достар, мен есімім Кори. Бүгінде біз выживанияны жалғастырамыз. Так, мен қақтым. Есіме түсті, біз өткен серияда жердің астына көмілді ұйықтаған жоқпыз бек. Жердің астына асып кеткен екен, ұйықтауға болмайды екен. Күттік, одан кейін кеттік. Не бар айналамызда? Иә, достар, сіздерге неге мен инверторым біртүрлі қалды деп ойлайсыздар? Бүгін мен түнде заттарды лақтырып қайтадан ойнап жүрген тұғым. Сосын барып азанды күттім. Енді сол шыққан кезде заттарым бүкіл жан-жаққа шашылып кетті. Сол заттарды жинап алдым. Оқ. Сүйек. Итке берем кейін. Кеттік, аламыз. Так, кеттік. Тауықты өлтіру керек. Тауық өлесің сен, тауық. Тоқта. Екіле. Өліп қалды. Шошқаның баласы, сен ет жоқ, сосын өлтірмей қояйын. Яғни өткен серияда біз үй саламыз дегенбіз, енді сол үй салуға бізге ағаш бар, енді бізге тас керек. Ол тастарына бекер кетіп, ол тастарына жетіп жүрген ғой. Или үңгірден салын ба? Бірақ үңгірді қазу керек. Үңгір санаққам. Опа. Жаман күн басталды ғой сразу. Так, сон. Үшеу, төртеу, бесеу. Бізге 23 туғыма керек. Өйткені 20-ның 9-ына біз пеш жасаймыз, және де басқа заттар керек. Жаңадан керкі жасаймыз. Темір тоқ қазақ соны да істейміз. Менде 12, 13, 14, 15. Үстімен 20-ға дейін жасаймыз. Бітті. Кеттік, үй саламыз. Қайға сасам болады екен? Міне шақты болады бұл. Жермен сала салайшы. Опа. Ё-моё, яқты не бар екен ғой? Жермен айнамыз бүйтіп қойық. Мақы болсын үйіміз. Бір жер жетпей қалды, не істейме? Бір жер ала салайын. Опа, енді жер қазып отырамыз. Түк. Яғни мен үйім қазірден айтып қойын. Үйім менің үстіне қарай 2 блок болады, астына қарай блок болмайды. Сосын жан-жағына қарай 4-те 4 болады деп ойлаймын үйімді. Енді соны істейміз. Так. Жер кіреберіс болса. Міне 2 есік қойсам. Мына 2 жерге есік. Үйімізден жағына қарай қазайық. Ертең бір комната жасай салайын. Келесі видеодағы досым шығу мүмкін, соны жасап қойын. Бүйтіп жасап қойсайшы. Так. Жаңбыр тоқтады ма? Тоқтамапты. Сыртқа қарай қазылып кетіпті. Ё-моё. Яқтым бүйтіп қоршай салайын. Қап-қараңғы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл қонақ бөлме болады. 6-ға 6. Кеттік 6-ға 6-ғамыз. 2. Үшіншісі. 4. Керкім сынып қалды. Не істейм енді? Бітті керкім, бітті шаруам. Ақыр заман басталды, не істейм? Опа, қолмен қазу не ответ енді.
кеттік. Кирка жасаймыз. Сосын мен қаттырақ кирка жасап алайыншы қазір өзіме. Яғни нет. Опа, каменный тастан жасалған кирканы екеуін жасап алсайын. Так, енді не жасасым болады? Есік. Есік керек маған. Есікті біз ескен. Опа. Міне бізге бір есік керек. Үшеу жасалып кетті. Яғни Майнкрафтта өзіне 3 есік жасалады. О, қонақтар келе беріңіздер деп айтпай қойын. Әдемілеп сәндіп жасап қойып былай. Жабамыз. Ей, ё-моё, қайтадан. Жабамыз да кетті, енді тағы да жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, мына 4-шісі, мына 5-шісі, мына 6-шісі. Так, достар, мен мына қонақ бөлмені тезірек бітіру үшін маған негізінде факел керек еді. Факел жасау үшін бізге уголь керек. Уголь жасау үшін бізге уголь жасай алмайсыз. Бірақ та ё-моё, үшеу жасалып кетті ғой. Не істеймін? Маған кухняға қоя саламын. Кухня жасаймын айтпақшы мен. Так, мына былай қояйын да. Нені жағып жіберсем болады екен. Так, мына бүйтіп ойлайын. Опа, көрініп қойыпты. Достар, сіз білмегендер шығарсыздар. Мұна біз 2 ағашты бүйтіп қойсақ. Жоқ, бұл ағаш болмайды екен. Так, сыртқа барып қалаған бір ағашыңызды сындыра аласыз. Және де содан біз өзімізге уголь жасаймыз. Көптеген адамдар сұрайтын шығар, қалай уголь жасаймыз ағаштан? Ағаш жанып кетпей ме деп. Жоқ, олай боламайды. Бізде ағаштың өзінің смола деген болады. Бірақ бұл Майнкрафтта древесный уголь. Соны жасасақ, бізде угольдің ағаштан жасалғаны шығады. Біртүрлі бірінші есігіндер болса, лайк басыңыздар. Опа, кеттік, ағаш табамыз. Ағаш. Кеттік, үйімізге барамыз, үйімізге. Кеттік. Онда үйдегі негізінде болмайды, үңгірде керек қой бұны. Кеттік, кіреміз. Так, міне ағаш. Ол көрдіңіздер, мына жерде древесный уголь деп шығады. Енді содан факел жасаймыз. Бірақ факел жасау бола ма екен? Жаңадан шыққан новиктерге бұл өте қолайлы зат, древесный уголь деген. Кеттік, енді бүйтіп палка жасаймыз. Ал факел жасау әшейін бұлай палкамен қоя саласыз. Ура, менде факел бар енді. Айбай. Ё-моё, қалай көрмедім мен криперді. Жақ қойшы. Ё-моё, қалай крипер шықты мына жерде. Ағашпен жаса деген ғой. Өліп қалайын деп қорқым ғой мен. Ё-моё. Жан жақта крипер шық қой. Достар, осымен біз тамамдай тұрайық. Келесі бөлімде жаңа заттар шығуы мүмкін. Келесі бөлімде бізде уже мына бөлме дайын тұрады. Сол үшін бізбен алыстамаңыздар. Сау болыңыздар.